Hello friends, how are you? Welcome back to my channel. I am glad you are here today. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Достар, мен каналымда ағылшын тілінің оқу ережесін үйретемін. Сонымен кезекті сабағымызды бастаймыз. Let's get started. Сонымен алынғы сабақта N әріпін өткен болатынбыз. Естеріңізде болса, nose, nest, nail, name, nine. Бұның бәрі N әріпіне қатысты сөздер. Және сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Бүгінгі сабақта әу әріпін үйренетін боламыз. Бірақ осы уақытқа дейінгі өтілген дауысты әріптерді бір қайталап шығайық. Vowel letters, дауысты әріптер. A, E, I және бүгінгі өтетін әріпіміз әу әріпі. O makes a sound. O. 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 Әу әріпі O дыбысын береді, яғни O болып оқылады. O is also a vowel. It can make more than one sound. It can also say its name. O әріпі дауысты әріп, сондықтан да ол бірнеше дыбыс береді, яғни бірнеше түрлі болып оқылады. Ол тек қана O емес, O деп те оқылады. Бірақ біз оны келесі сабақта үйренетін боламыз, ал бүгінгі сабақта O әріпінің short O sound, яғни қысқа O дыбысын үйренетін боламыз. So let's get practice. O, octopus. Octopus. Сегіз аяқ. Сегіз аяқтың неше аяқтары бар? An octopus has 8 legs. Сегіз аяқтың сегіз аяғы бар. O, ostrich. Ostrich. Түйеқұс. Can an ostrich fly? Түйеқұс ұша ала ма? No, it can't fly. Жоқ, ол ұша алмайды. Ox. Ox. Olive. Olive. October. October. Octagon. Octagon. There are 8 sides on an octagon. Сегіз бұрыштың сегіз бұрышы бар. Now, let's practice saying these words that have a short O in the middle. Қазір қысқа O дыбысына қатысты мына сөйлемді оқиық. The dog has a lot of socks. Иттің көптеген шұлықтары бар. The dog has a lot of socks. Okay, next. Turn the lights on and off. Жарықты қос және өшір. Turn the lights on and off. The frog hopped on the top. Бақа жоғарға секірді. The frog hopped on the top. Tom has a job as a cop. Томның полицейлік жұмысы бар. Tom has a job as a cop. The fox is drinking hot coffee. Түлкі ыстық кофе ішіп отыр. The fox is drinking hot coffee. The fox is eating a hot dog. Түлкі hot dog жеп отыр. The fox is eating a hot dog. Окей, сонымен O әріпі қысқа O дыбысын береді, яғни O болып оқылады деп дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі сабақта Алла қаласа P әріпін өтетін боламыз. Сабақ ұнаса лайк басып қолдаңыздар. Келесі сабаққа дейін. Бай-бай.